Жатыр қуысына эмбриондарды қондырғаннан кейін 6 мен 12 тәулік аралығында көп емделушілерде қанды бөлінділер мазалауы мүмкін. Және де бұл тек қана емделушіні ғана емес, емделушілер бізге звондап, бізге сообщение жазып, бізден де сұрап жатады, не істесек болады, түсіп қалу қаупі бар ма деген сұрақтар көптеген түсіп жатады. Және де бұған жауап беретініміз, бұл көп жағдайда қауіпсіз болып есептеледі. Ең басты сұрайтынымыз қобалжымау бұл жағдайда. Және де ең бірінші көмек ретінде біз әрқашанда дюфастон 1-ден 3 таблетка тағайындап, және де әр 8 сағат сайын бір таблеткадан күніне 3 мезгіл ішуді тағайындаймыз. Егер қанды бөлінділер көбейіп жатқан жағдайда болса, әрине бұл кезде біз қан тоқтататын дәрілер тағайындаймыз. Өзіңіз дәрігердің тағайындауы бойынша подсадкадан кейін гормондардан бөлек қан сұйылтатын дәрі-дәрмек қабылдап жатқан болсаңыз, фоксипарин немесе кардиомагнил, бұны тоқтату керек, отмена жасаймыз. Және де ары қарай сол гормоналды препараттарды дивиделді қолдану, сол прогестеронды қолдану, және де дюфастонды ары қарай қолдана бересіздер. Егер де қанды бөлінділер ұлғая бастайтын болса, өз емделуші дәрігеріңізге хабарласуыңыз қажет. Көп жағдайда бұл 1-2 күнде тоқтап қалуы мүмкін, азаюы мүмкін. Өйткені бұл имплантациялық қанды бөлінді болуы мүмкін. Және дағы жатыр қуысындағы қан тамырлардың сәл қанауы болуы мүмкін, әлсіреуі. Былайша айтқанда бұл жағдай қауіпсіз. Қобалжымауға, сабыр сақтауға шақырамыз.